Шілдехана бесік той, тұсау кесір сүндет той. Ай, шерген ай, құда түсін сырға салу бет ашарымай. Той десе, астындағы атын сойып қу басы домалайтын қазақ қана шығар. Ата-баба ғасырлар бойы ұстанған ескірмеген дәстүрлер көп. Соның бірі тұсаукесер. Алайда бүгінгінің тұсаукесері өзгерген секілді. Бұл видео әлеуметтік желіге 2 апта бұрын жүктелген. Халық арасында лезде таралды. Белгілі спортшы Ардақ Назаров қамалалар жасқа келген 40-тағы азаматтың тұсауын кесті. Азамат Ардақ Назаров сияқты әлем чемпионы болсам деген ниетпен тұсаукесер жасаған екен. Шала білімнен туындаған құбылыс ол үлкен кісілердің тұсауын кесу. Ол да жөн емес. Әрбір жасқа, жынысқа, қасиетке, қабілетке және де түс түріне, сипатына қарай қазақ бөлген. Әрбір адамды болсын, малды болсын, соған байланысты оның кезең-кезеңдеп салт дәстүрін, ырымын, нанын, бәрін, әдет ғұрпын жасап отырған. Сол осы тұсаукесер тән қай жасқа деген кезде ең алғашқы тәй-тәй басатын жасына ғана тән. Одан өскен жасқа бата беріледі. Мысалға, белгілі бір затқа жетістікке жету үшін белгілі бір ақтық мәреге шығатын бір дүние болып жатса, оны алады да тұсау кесіп не қылып жатады. Ол жөн емес. Ондай үлкен жастағы адамның бір сын сағаты келіп тұрған кезде бәрі оған тілеулес болып, қой солу, құрбандық жасауы мүмкін, жақсылық жасауы мүмкін, бата беруі мүмкін. Салтты саудаға салу сарттың ісі. Бүгінді тұсаукесер оны қызмет ретінде қабылдап, құнын сұрайтындар да табылады. Бастысы шын көңіл, таза ниет болу керек. Ал өнер жұлдыздары тұсауын кескен баланың бәрі жұлдыз бола ма? Бүгінгі замандағы мына жұлдыздардың кесуі, ақшаға кесу деген ол болмайды. Жұлдыздарға кесу болмайды деген сөз емес. Жұлдыздарға кесуге болады, бірақ барлығы жұлдыздар болып кетсе, ырым, наным, ниетке байланысты, ол да дұрыс емес. Ғалым болу, адам болу, шын пейілді болу, осы мәселе. Асылында ұл баланың тұсауын ер адам, ал қыз баланыкін әйел адам кескен абзал. Бұл күндері қарап отырсаңыз, тұсауды көбіне жасы үлкен әжелерге, кейуаналарға кескізіп жүрміз. Осыған жете мән беріп көрдік пе? Әлі қартайып та үлгермеген, және де белгілі бір асуларға жетіп та үлгермеген бала емес, орта буындағы белгілі бір асуды жетістікке жетіп көрген нақты бір екпінін де қуатында, қайратындағы бір адамдарға кестіреді. Ал енді немен кесеміз, не кесеміз, қалай кесеміз? Келесі сауалдар осы. Әр елдің салты басқа, еліміздің әр өңіріне түрлі сүйенім бар. Бірі ала жіппен кесе, енді бірі тоқ шекпен, көк шөппен кеседі. Ала жіппен кесудің де өз тәртібі бар. Қазақ ала жіпті өмірдің нышаны мен белгісі және де оның бір символы есебінде көрген. Ақ пен қара жіп. Оның ішінде ағы көбірек, үлкенірек болады. Қарасы майдарақ және де азырақ оралады. Неге? Ағы өмірінде көбірек болсын деген ниетпен. Қарасы да болмауы мүмкін емес. Сондықтан екеуін бірдей, яғни қазір саған жақсылық келді, құт келді, береке келді, төбеден. Онда сен оны сабырмен, шүкірмен, қанағатпен қабыл ал. Қайшы немесе пышақ. Дәстүрді орындауда туған тағы бір сұрақ. Тұсауды қайшымен кесу дұрыс емес, өйткені баланың өмірі қайшыланып қалады. Ал баланың алғашқы қадамын қайшылаудан бастасақ, болашағы күрделеніп, кедергілері көп болуы мүмкін деген сенім бар. Сол себепті қайшымен кескенді қазақ қош көрмеген, тек өткір пышақпен кесетін болған. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар. Десе де ол ел өмірімен біте қайнасып кеткен рухани, мәдени азық емес пе? Сондықтан дәстүрді дұрыс ұстанып, салтты санаға қою баршамызға ортақ міндет.